Ей, жібер мені, балақай. Қыздар, қазір, тоқта. Қайт, тұра тұр. Бәлекетай, тұра тұр, тоқта. Нимфалар, теспесі жүр алмайды екен өздері. Қап бәлем. Неменеге қарап тұрсың, дым көрмеп педің? Жоқ, сізден сұрауға бола ма? Біз Филактет деген біреуді іздеп жүредік. Мені Фил дей бер. Фил! Сен мен кездескеніме өте қуаныштымын. Мен Геркулес болам, ал мынау Пырақ. Жануар, жиіркенішті. Маған көмегің керек. Менің батыр болғым келеді. Шын батыр. Жоқ, ренжіме, көмекте салмай. Тұра тұр! Кешір. Неге? Екі-ақ сөз. Мен Зейнетке шыққам. Тоқта, көмектесші енді. Сенің де бір арманың болған шығар. Сол үшін бәріне де дайын болған шығарсың. Жігітім, үйге кірші саған бірдеңе көрсетейін. Абайла, Арго кемесінің бір діңгеге қой. Не? Аргоның ба? Я сонды капитан еткен кім дейсің? Клеопатра ма? Ол батырсымақтардың барлығын жаттықтырған менмін. Одиссей бар, Персей бар, Тесей бар, өңшең сейлер. Бәрін баптап батыр еттім, ал олар болса мені жерге қаратты. Барлығы да жолдан тайып кетті. Сөйтіп, Ахиллес пайда болды. Бұл жігіт нағыз қара күштің иесі еді. Сондай бір шымыр, ұрғанда да, соққа қайтарғанда да, еті әрі қайсар болатын. Бірақ құрқ кеткір табаны түбіне жетті. Жебе тигені сол еді, бітті. Құлап қалды. Я, менің арманым болған. Мен де бір күні батырлардың батырын баптап шығам деп ойлағам. Өзі ер жүрек, құдайлар жұлдыздардан оның суретін құрап, көкке іліп қой істегем. Ал адамдар оған, мынау Филдің шәкірті ғой, десе шіркін. Бірақ бұның бәрі бос қиял. Сендерден бірдеңе шығат дегенге сенбей. Білесің бе, мен олар сияқты емеспін, Фил. Мен алған бетімнен қайтпайым. Жүрші, саған көрсетейін. О, құдайлар қадалған жеріне қаналады екен. Енді қара. Мәз, саған. Бұл баладан бәлкім... Жоқ. Есіңді жи, ақымақ. Бұл сендей кәрілердің ісі емес. Егер мен батыр боп шықпасам, онда мені Олимпке Зевс әкеме жібермейді. Тұра тұр, сонда Зевс сенің әкең бе, а? Аха. Зевс, кәдімгі құдай, сенің әкең бе? Қаршадай бала әкесі де барып, ертең оқып берші әке дейді. Ал Зевс, баяғы өткен заманда. Рас айтам. Қой шәрі. Батыр болсан деп армандайсың сен, ой пәләй. Жетелеп талайларды баптап едім бұрында мен. Ол жайлы есім алсам жаным мұң мен. Өкініп әлі жүрмін, қуантпады бірі. Тек Зевстің ұлы, кеп тұрғанда батылдық жия. Оған берер жауап. Ал, келсің бе? Көндім. Сен өкінбейсің, Фил. Тоба. Сабақты бүгін бе, қай кезден бастаймыз? Ойбай. Сенбеймін саған, сен төзімді болмасаң. Арпалысқанда жалын болып жан басаң. Жеңістімін білген, шатаспайды мүлдем. Дұшпандарын бірден жойдар.